Ассалаумағалейкум, аса қадірлі қауым, үлкендерге кішілікпен, кішілерге ізеттілікпен, тәрбиелікпен сәлем береміз. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Дініміз түгел болу үшін қасиетті діннің Құран үкімі, пайғамбар хадис үкімі және де ата-бабаларымыздың салт дәстүрлік жазылмаған заңдарын сақтау бізге қашанда тек қана берекет алып келеді. Халқымызда ақты төкпе деген жақсы бір тыйым бар. Тыйыммен де талай тәрбиені, талай тезге салып, ұрпағын тәрбиелеген, болашағындағы аманатқа қалдыратын ұлын, қызын жақсылыққа баулып, жамандықтан тыйып отырған. Бұл сол тыйымдардың ішіндегі ақты төкпе дейді. Ақ дегеніміз не? Бұл сиырдан сауылатын сүт, биеден сауылатын саумал, ешкіден, басқа түйеден сауылатын әлгі қымыранымыз бар, қымызымыз бар. Осы ағарған төрт түлік малдан сауып ішіп, одан құрт майын, ірімшігі, женті, басқа да қымызын, түрлі сол сусындар мен тағам түрлерін жасап, өмір сүріп төрт түлік малды өмірінің арқау өткен халықпыз. Сондықтан да ақты төкпе дейді. Ақта береке бар, ақта қасиет бар. Жалпы біз ананың сүті, биенің сүті, бұның барлығын кейде анадан сүт шықпаған жағдайда, анасы ерте қайтыс болып кеткен жағдайда, осы қазақта талай қыздар, жігіттер өткен биенің сүтіменен, сиырдың сүтіменен, ешкінің сүтіменен, немесе інгеннің сүтіменен өскен талай қазақтар бар. Сондықтан да біз төрттілік малдың да сүтін өзіміздің анамыздың сүтінен кем көрмей қадірлейміз. Оны қалай болса солай жерге шашпаймыз, төкпейміз, шайқамаймыз. Судың өзінде ысырап бар деп қадірлейтін халық ағарғанға тіпті қадір қасиет көрсетеді. Үйге кірген жыланға басына ақ құяды, немесе ұн шашып ақ төгіп жатады. Бұл да, осының барлығы да ағарғанға, дәмге, тұзға деген біздің халықтың мән беруі. Сол себептен де үйден ақ кетпесін, көктемеде нәурзек болғанда ауыздан ақ кетпесін, бастан бақ кетпесін, босағадан бақ кетпесін, кермеден ат кетпесін деп халқымыз жақсы тілектерді тізбектей жөнеледі. Біз осы ағарғанды ақтап жүруіміз керекпіз. Анасын емізгенде де ғұсыл дәретсіз емізбеген деп кешегі зерережелеріміз Құнанбай қажыны дәретсіз емізбеген деп жатады. Демек, ағарғанды еміп анадан емген кезде де ананың бойының таза болуы, ана ойының таза болуы аса маңызды. Сондықтан бүгінгі жас аналарымыз, бойларыңыз таза кезде бауырыңыздағы ыңырсып еміп жатқан, талғажау өтіп жатқан ананың сүтін әрі шипа, әрі қуат, әрі тәрбие деп қарау керек. Сіз балаңызды емізік беріп жатқан кезеңде сіз қаншама тәрбиелерді, құны жоқ тәрбиелерді, ешқандай бір бағасы биік дүниелерді сіз сіңіріп жатқандығыңызды білгеніңіз дұрыс болады. Ақты төкпейік, халық қазынамыз толы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.